Бәріңізге сәлем, мен Мардан. Каналыма қош келдіңіз. Осы уақытқа дейін адамзат тарихында өте көп қызықты археологиялық табылымдар бар, және бұлардың көбісінің құпиялары ешқашан ашылған жоқ. Бүгінде бізге тарихтан жетіп келген, сірә әлі ашылмаған материалдар көп. Солардың бірі Турин жамылғысы. Ал ғасырлар бұрын Хазіреті Исаның айқышқа шегілгеннен кейін денесін орап алған осы жамылғы туралы айтылғандар қаншалықты рас? Қарапайым анықтамада Турин жамылғысы Хазіреті Исаның айқышқа шегілгеннен және өлтірілгеннен кейін денесіне оралған зығыр мата. Шынында да матада сақалды адамның сұлбасы бар. Бір жерінде қан іздері бар. Бұл ескі шүберек кейбіреулер үшін шынымен қасиетті жәдігер болды. Кейбір скептиктер мұны қарапайым алаяқтықтың түрі деп ойлайды. Турин жамылғысы алғаш рет 1350 жылдары Францияда пайда болды. Киелі кітапта Иса өлгеннен кейін зығыр матаға оранған деп жазылған. Осыған сүйене отырып, адамдар бұл матаны Хазіреті Исаның денесіне оранған зығыр мата екеніне сене бастады. Осы көне матаны көру үшін аз уақыттың ішінде жан-жақтан адамдар ағылды. Соңғы уақытқа дейін Турин жамылғысы Италияның Турин қаласында музейде шамамен 150 жыл бойы көрсетілді. Жамылғы өзінің танымал атауын қойылған қала Туриннен алған. 1992 жылы өрттен қиындықпен құтқарылған Турин жамылғысы жасырылып, 2025 жылы көрсетілімге қою үшін қазір құпиямен ұсталып отыр. Турин жамылғысын киелі жәдігер санайтындарда, оны жалған материал деп атайтындарда аз болған жоқ. Негізі матаға қатысты алғашқы ғылыми зерттеулер 1978 жылы жүргізілген. Ғалымдардың басты мақсаты матадағы адам көрінісінің құпиясын ашу болды. Микроскопиялық зерттеулер нәтижесінде матадан бояудың біраз іздер табылды. Алайда матаның шынайылығына сенгендер бұл бояу іздері матаны суретшілер көшіруінің нәтижесінде екенін алға тартты. Ғылыми зерттеушілер бірқатар сынақтардың нәтижесінде Турин жамылғысында қан іздерін таппағандарын хабарлады. Хазіреті Исаның айқышқа шегелуін зерттеген сот дәрігері Фредрик Зугибе бұл пікірмен келіспейді. Зугиби матадан көрі силуетке назар аударды. Осыған сәйкес кепенге оранған адамды арнайы римдік қамшымен ұрған. Сондай-ақ крестке алақанмен емес, білегімен шегеленгенін айтты. Матадағы силуеттер соларды көрсетті. Бұл дәлел киелі кітапта айтылғандай Хазіреті Исаның денесінде сипатталғандармен бірдей сәйкес келді. Ацтектер империясы орталық Америкада билік ететін қала мемлекет ретінде құрылды. Бүгінде салған ғибадатханалар мен астрономия орталығымен жұртты таңқалдырған бұл империя 1428-1521 жылдар аралығында билік еткен. Дегенмен ацтек халқының тарихы әлде қайда тереңде жатыр. Ацтектер Мексиканың солтүстігінде көшпелі тайпа ретінде пайда болған болуы мүмкін. Бұл көшпелі тайпа Месоамерикаға 13 ғасырдың басында келген. Ацтектер алғашқы қоныстарын Текоко көлмен шектесетін батпақты жерлерде құрды. Өйткені мезоамерикандық халықтардың ешқайсысы бұл аймақты қалаған жоқ. Батпақта жүгері, бұршақ, асқабақ сияқты негізгі азық-түліктері өсіру мүмкін болмады. Бірақ ацтектер өте еңбекқор халық болды. Аз уақыт ішінде олар батпақты құрғатып өсімдіктер өсіретін жасанды арал салды. Осылайша небәрі 20 жылдың ішінде Астана Теночтитланның іргетасы қаланды. Ацтектер ауыл шаруашылығында табысты болған сонша, олар батпақты болғандықтан ешкім қоныстанбаған аумақты сауда қаласына айналдырды. Ацтектердің сенімінде басқа майя діндері сияқты адамдарды құрбан ету рәсімдері болды. Бұл рәсім тек ацтектер ғана үшін емес, мезоамерикалықтардың барлығында осы мәдениет бар еді. Ацтектердің арасында адамдарды құрбан етудің ең үлкен мақсаты өмірде қалу. Ацтек космологиясына сәйкес күн құдайы Хуитзилапочтли үнемі қараңғылықпен күресті, және қараңғылық жеңсе, бұл дүниенің соңы келеді деп сенді. Ацтектер күннің аспанда қозғалуын және адамдардың өмірін сақтау үшін Хуитзилапочлиді адамның жүрегімен және қанымен тамақтандыру керек деп есептеді. Соғыс тұтқындарын өлтіру және бас сүйектерді көрсету империяның күші мен егемендігін білдірді. Сарапшылардың пайымдауынша, адам сүйегінің ДНК сынағы арқылы құрбандардың басым көпшілігі бөгде адамдар, атап айтқанда жау әскерлері немесе құлдар болған. Елестету қиын болса да көптеген тұтқынға алынған сарбаздар, құлдар және ацтек азаматтары құрбандардың шалатын орынға өз еркімен барды. Күн құдай Хуитзилапочлиге жүрегін беру үлкен құрмет деп саналды. Екінші жағынан ацтектердің діни рәсімдерден бөлек каннибализммен айналысқаны да белгілі. Жәбірленушінің дене мүшелері
Қаланың байларына, элита мүшелеріне, ақсақалдарына сыйлық ретінде берілген. 16 ғасырдағы сызбаларда үлкен қазандарда пісірілген адам бөлшектері бейнеленген. Ал археологтар Ацтек аймағындағы адамдардың қалдықтарынан каннибализм іздерін дәлелдеген. Мексика жеріне алғашы барған еуропалық 1517 жылы 100 адаммен Месоамерикаға аяқ басқан Франсиско Эрнандес болды. Қайтып оралған кезде Эрнандес испан губернаторы Веласкеске ацтектердің байлығы туралы жан-жақты есеп берді. Бұл есеп испандықтарды Мексикаға үлкенірек кеме жіберуге итермеледі. Эрнан Кортес басқарған 400-ге жуық сарбаз 1519 жылы Табаско қаласына қонды. Ацтектер сан көп болғанымен қару-жарағы жеткіліксіз болғандықтан испандарға қарсы жеңіске жете алмады. Испандықтардың тағы бір қаруы шешек, паротит және қызылша. Ацтектер бұл европалық ауруларға иммунитеті жоқ еді. Испандықтар ацтек халқына ауруларды үлкен жылдамдықпен жұқтырды. 1520 жылға қарай Теночтитлан популяциясы тек шешек ауруынан 40%-ға азайды. Аурумен соғыстан аман қалған ацтектер жаңа отаршылдық билікпен татуласуға мәжбүр болды. Бірақ 1521 жылы Кортес пен оның сарбаздары Теночтитланды соңғы және өлімшіл соққымен жойды. Небәрі 2 жылдың ішінде Мехико Ацтек өркениетінің үстіне құрылды. Осы күннен кейін Мексика Американың ең үлкен орталығына айналды. Еврейлердің тілінде Аарон ха-Кодеш деп аталатын сандық көпшілік жерлерде келісім сандығы, куәлік сандығы немесе Құдайдың сандығы сияқты әртүрлі атаулармен аталады. Құранда табут ретінде де айтылады. Осы анықтамалардың кем дегенде біреуіне тап болғандар келісім сандығының қаншалықты маңызды фигура екенін біледі. Осыдан 3500 жыл бұрын Қазіреті Муса перғауынға қарсы соғысуда. Оның мақсаты халқын қуғын сүргіннен құтқару. Мусаның аса таяқшасының мұғжизаларының соңында халық Мысырдан шығып үлгерді. Алайда перғауын мойымай сарбаздармен олардың соңынан Қызыл теңіз жағасына дейін барады. Бұл жерде Муса таяғымен жерді соққанда теңіз екіге бөлінгенде әйгілі аңыз орын алады. Адамдар судың арғы жағына өтіп, перғауын мен оның сарбаздары оларды қуып бара жатып, суға батып кетті. Бұл жерде Тәурат бойынша Құдай Мусаға 10 өсиетті бергеннен кейін оған тағы бір тапсырма берді. Ол тапсырма акация ағашынан сандық жасап, осы сандықты жұқа алтын қақпақпен жабу. Қақпақтың екі жағында алтыннан жасалған екі періште бейнесі бар. Содан кейін сандыққа 10 өсиет жазылған тақтайшалар салынады. Сандық тапсырыс бойынша жасалады, ал қақпақтар орналастырылады. Бұл сандық өте маңызды болды. Өйткені Құдайдың сандықтағы екі періштенің арасына отырып, Мусамен сөйлескен деп сенеді. Жақындауға тыйым салынған. Жақындағандар өз өмірін жоғалтқан. Израильдіктер оны Құдайдың құдіретінің символ ретінде көргендіктен, олар оны әрдайым өздерімен бірге алып жүрді. Және қиыншылықтарында осы сандықтан көмек сұрады. Мыңдаған жылдар бойы сандық туралы шынайы әңгімелермен қатар ондаған аңыздар шығарылды. Солардың ішіндегі ең маңыздысы сандықтың жеңіс алып келетіні. Иесіне бүкіл әлемді билеу үшін күш береді. Израиль Әл-Ақса мешіті құрылғаннан бері сандықты табу үшін астын қазып жатыр. Соншалық қазғаннан аудандағы барлық құрылыстар, әсіресе көмбез жартас, кез келген уақытта құлау қаупінде. Израильдіктердің Ніл өзенінен Ефратқа дейінгі географиялық жер оларға уәде етілген деп айтқанын білесіздер. Олар Сүлейман ғибадатханасын қалпына келтірмей және келісім сандығын ғибадатханаға салмайынша ұлы Израильді құра алмайтынына сенеді. Сондай-ақ рицарлар христиан папаларын қорғау деген сылтаумен сол сандықты барлық жерден іздегені рас. 12 ғасырда Истанбулды басып алған рицарлар бұл сандықты табу үшін барлық жерді тінтіп қазып тастайды. Тіпті Айя Софияның барлық жерін қазып астан-кестеңін шығарады. Өкінішке орай бұл қатыгездік алыс өткенде емес. Америка Бағдадқа басып кіргенде алдымен кітапханалар мен мұражайларды тонады. Джордж Буш Иракқа шабуыл жасамас бұрын крест жорықтары қайтадан басталды деп айтқан еді. Эвлия Челеби Қазіреті Сүлейменнің Иерусалимнен бұрын Айя София орналасқан Стамбулда өз атына ғибадатхана салғанын жазады. Бүгінде әсіресе христиандар Эфиопиядағы монастырында, әлде Антакиядағы шіркеу үңгірінде немесе Тиберия көлінің астында жасырылған деп мәлімдейді. Ұмытпайық, Қазіреті Муса Құранда көп аты атылған пайғамбардың бірі. Бақара сүресінің 248 аятында келісім сандығы Табуту Сакине деп айтылған. Демек, келісім сандығы біз үшін де қасиетті аманат болуы мүмкін. Осы себепті сандық жоғалған кезде Қазіреті Мусаның таяғы Топкапы сарайының қасиетті жәдігерлер бөлімінде қойылған. Егер сандықтың ішіндегілер Стамбулда болса, келісім сандығы да Стамбулда болуы мүмкін.
Ғасырдан астам уақыт бұрын табылғаннан бері ғалымдар ежелгі дүниеден аман қалған ерекше және таңқаларлық астрономиялық калькулятор антикитерия механизмі туралы іздестіруде. Қолмен басқарылатын 2000 жыл бұрынғы құрылғы 5 белгілі планетаның қозғалысын, ай фазаларын, күн мен айдың тұтылуын болжау арқылы ғаламның қозғалысын көрсететін технологияға ие. Дегенмен 2000 жыл бұрын өмір сүрген адамдардың металды қалай өңдегені және құрылғыны қандай мақсатта пайдаланғаны ешқашан анықталмады. Әлемдегі алғашқы аналогтық компьютер ретінде сипатталған механизм 1900 және 1901 жылдар аралығында Грекияның Антикитерия аралығында апатқа ұшыраған кемеде табылған. Кеме біздің эрамызға дейінгі 1 ғасырда Кіші Азиядан Римге бара жатқанда Крит пен Пелопоннес арасында дауылдан суға батқан деген болжам бар. Екінші жағынан тот басқан темір бірнеше жылдар бойы онша көп назарға алынбады. Дегенмен ондаған жылдар бойы жүргізілген зерттеулер механизмнің негізінде индустрия шедеврі екенін анықтады. Биіктігі 30 сантиметрлік ағаш жәшікке салынған қозғалыста оны қалай пайдалану керектігі туралы көне жазбалар жазылған. Пайдалану нұсқаулығы мен циферблаттарға жалғанған 30-дан астам қоладан жасалған цифрлық айналдырғыш кодтар да бар. Кейбір оқылатын мәтіндер Ричардты бұрап грек құдайларының жұмағына кіріңіз деп жазылған. Майкл Райт, Лондондағы ғылым мұражайының машина жасау бойынша бұрынғы кураторы, механизмнің қалай жұмыс істейтінін және жұмыс көшірмесін біріктірді. Райттың және басқаларының еңбектеріне сүйене отырып, USL тобы планеталар мен басқа денелерді, олардағы жазуларды және ежелгі грек философы Парменид сипаттаған математикалық әдісті пайдалана отырып анықтады. Зерттеушілердің айтуынша механизм күн, ай, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер және Сатурн планеталарының қозғалысын көрсетеді. Құрылғы 2000 жыл бұрын күн мен планеталар жерді айналады деп болжаған. Не болғанда да 2000 жыл бұрын жасалып, қандай мақсатта қолданғанын, бұл механизмді қалай жасағанын қазірге дейін құпиясы ашылмауы адамзаттың бұл нәрсеге қызығуын арттырады. Бір видеоның да аяғына келдік. Сіздерге тарихқа жаңа көзқарас және басқа да перспектива алып келдім деп ойлаймын. Осындай видеолардың шығуын қаласаңыз, лайк басу арқылы маған білдіре аласыз. Пікіріңізді әрине комментарийға қалдырыңыз. Видеоларды өткізіп алмау үшін каналға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі бейнелерде көріскенше, мен Мардан.